Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы ғылым мен технология жетістіктері. Сабағымыздың мақсаты етістіктің етіс түрлері мен салт сабақта етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін сөйлесім барысында қолдану. Құрметті оқушылар, қазір сіздер бейнематериалды көріп төмендегі сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші сұрақ: ғылым мен техниканың дамуы балалар өміріне қалай әсер етті? Екінші сұрақ: бейнекөріністе ақпараттық технологияның қандай қызметі көрініс тапты? Олай болатын болса, бейнематериалға назар аударайық. Ақпараттық технологияның дамуы күнделікті өмірімізге зор жаңалықтарын әкелуге. Орайын тапса, пульт арқылы балықтың өзін де үйге кіргізіп алуға болады екен. Мына бір видеоға қарасаңыз, ғылыми техникалық жаңалықтардың балалар өміріндегі ерекше сәтін көресіз. Сонымен балалар, бірінші сұраққа жауап. Ықтимал жауап. Ғылым мен техниканың дамуы балалар өміріне қалай әсер етті? Ғылыми жаңалықтар балалар өміріне ерекше әсер қалдырды. Сырттағы балықты өзінің қозғалысы арқылы үйге кіргізіп, балаларды таңғалдыруға болады екен. Әрине, осылай таңғалдыруға болады. Екінші сұрақ: бейнекөріністе ақпараттық технологияның қандай қызметі көрініс тапты? Жауап: балықтың қозғалысы пульт арқылы басқарылады. Балалар, салт және сабақ жетістіктер. Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Олай болатын болса, экранға назар аударайық. Жетістіктер бағанасына қарай салт жетістік және сабақ жетістік болып бөлінеді. Өзінен алдынан табыс септігіндегі сөзі қажет етпейді. Бұл салт жетістіктер. Салт жетістіктер барыс, жатыс, шығыс, көмектес септігіндегі сөздермен тіркесіп жасалады. Бірақ табыс септігіндегі сөзбен байланыспайды. Мысалы, ғылымнан ізде, ұрпаққа қалдыр, білімде жатыр. Осы мысалдардан салт жетістіктің жасалу жолын анықтауға болады. Мысалға, ғылымнан ізде, жетістік ізде. Қайдан ізде? Ғылымнан. Ғылымнан сөзінің тұлғасында нан, нен, данден, танден шығыс септігінің жалғауы көрініс табады. Дәл бұл сөзде түбірі ғылымнан. Ғылымнан, неден, қайдан шығыс септігіндегі жалғауы сөзбен тіркесіп тұр екен. Сабақ жетістік өзінің алдынан табыс септігіндегі сөзді қажет етеді. Кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, хатты оқы, жетістік оқы. Ал нені оқы? Жетістік өзінің алдында табыс тұлғалы сөзді қажет етіп тұр. Хатты. Ноутбукты ал. Нені ал? Ноутбукты ал. Есепті шығар. Нені шығар? Есепті шығар. Камераны қос. Нені қос? Камераны қос. Ғылымды игер. Игер, нені игер? Ғылымды игер. Технологияны жетілдір. Нені жетілдір? Технологияны жетілдір. Жалпы етіс қимыл қозғалыстың, яғни объектінің қимыл қозғалыс иесіне, яғни субъектіге қарым-қатынасын айқындайтын етістіктің лексикалық-грамматикалық категориясы. Іс-әрекетті орындаушының қимыл қозғалысқа қатысы әртүрлі болғандықтан, етіс категориясы 5 түрге бөлінеді. Олар: негізгі етіс, өздік етіс, ортақ етіс, ырықсыз етіс, өзгелік етіс. Мысалы, ки, жу, қыр. Олар негізгі етіс.
киін, жуын, қырын өздік етіс. Киіс, жуыс, қырыс, сағатыстарды жуыс дейтін болсақ. Іс-әрекет бірінші адамға ортақ болып тұр. Киіл, жуыл, қырыл, ырықсыз етіс. Іс-әрекет еріктен тыс болып тұр екен. Кигіз, жуғыз, қырғыз, ал өзгелік етіс. Іс-әрекет өзге біреу арқылы жасалып тұрғандай. Түбір етістік негізгі етіс, ал өздік етіс түбір етістікке н, ін, ын жұрнақтарының ортақ етісі іс, ыс, арықсыз етіс л, іл, ыл, ал өзгелік етіс дыр, дір, тыр, тір, қыз, қыз, біз, кіз жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады. Балалар, сонымен етістіктің жасалу жолдарын мұқият еске сақтап алыңыздар. Өзгелік етістің жұрнақтары ғыз, біз, қыз, кіз, дір, дір, ыр, ір. Салт етістікке жалғанса, оны сабақ етістікке айналдырады екен. Мысалы, шам сөнді, салт етістікке. Шамды сөндірді. Сөндірді нені? Шамды. Бала кетті. Баланы кетірді. Гүл өседі. Гүлді өсірді. Балалар, расымен де өзгелік етістіктің жұрнақтары салт етістікке жалғанып, сабақты етістікке айналдырады екен. Ырықсыз етістіктің жұрнағы сабақ етістікке жалғанса, ол салт етістікке айналады. Мысалы, сабақ етістік әңгімені айтты. Әңгіме айтылды. Қараңыздар, айтылды. Ырықсыз етістіктің жұрнағы тұр. Ал хатты жазды, хат жазылды. Кітапты түгел оқыды. Кітап түгел оқылды. Төмендегі сұрақтарға жауап беріп, ғылым мен технология жетістіктеріндегі жасыл экономиканың әсері туралы өз ойыңды айт. Жалпы оқушылар жасыл экономика дегенді қалай түсінесіздер? Ғылым мен технология жетістіктерінің табиғатқа әсері қандай? Кәне, бір сәт ойланайық. Жасыл экономика табиғатты сауықтырып жақсартатын экономика саласы. Табиғатқа көмектесуге және пайда келтіруге бағытталған экожүйе. Экологиялық таза өнімдер өндірісін жаппай қалыптастыра отырып, адамзат дамуының жаңа кезеңіне өту. Жасыл экономика табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ пайдаланылған өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. Жасыл экономика бірінші кезекте қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған ресурстарды, мысалы мұнай, газдар, үнемді тұтынуға және күн мен жел қуаты секілді сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға қызмет етеді екен. Балалар, көрдіңіздер ме? Жасыл экономиканың қаншама пайдасын. Ал олай болатын болса, тапсырмаларды орындайық. Көп нүктенің орнына мағыналас сөзді қойып жазуымыз керек. Салт және сабақты етістіктерді анықтап талдау жүргіземіз. Кәнекей, бірінші сөйлемді жақсылап оқиық. Көп нүктенің орнына төменде А, Ә, Б, В нұсқалары тұр. Осылардан қай сөз мағыналас, ыңғайлас болып келеді, сол сөзді қоямыз. Мысалы, құлпынайды тездетіп жинау көп нүктенің орнына. Жапондықтар ойлап тапты. Жинау нені? Несін? Жинау әдісін жапондықтар ойлап тапты. Екінші сөйлемде биіктігі 2 метрге жететін робот егістік қаттарын аралап піскен құлпынайды өзі. Құлпынайды біз қалай аламыз, балалар? Аралап па, қолданып па, анықтап па, ажыратап па? Биіктігі 2 метрге жететін робот егістік қаттарын аралап піскен құлпынайды өзі не істейді екен? Әрине, өзі
анықтайды екен. Олар жемісті, жаңағы роботтардың қызметі, жемісті не істеуге арналған? Үзуге, алуға, түзуге, жинауға. Біз жалпы оқнайды қалай аламыз? Жұлып аламыз ба, түзіп аламыз ба, жинап аламыз ба? Әрине үземіз, олай болатын болса, олар жемісті үзуге арналған. Мінекей балалар, технологияның дамыған заманы деп осыны айтыңыздар. Келесі тапсырма: графиктік мәтіннен жасыл технологияның қызметін анықтап, жел қуатын өндірудегі әр мемлекеттің көрсеткішін салыстырып жаз. Мәтін құрауда етістіктің салт және сабақты түрлері мен тетіктерді қолданамыз. Алдарыңызда балалар расымен графиктік мәтін тұр. Диаграмма барысында ең жоғарғы, ең төменгі немесе орташа сандық ақпараттарды салыстырайық. Сонымен жасыл технологияның қызметін қай ел қолданады екен? Қай ел белсенді түрде қолданады екен? Қарайық. Алдарыңызда көріп отырғандай, Дания мемлекеті, қарағанда 40%-ға дейін. Испания 16, Португалия 23, ал балалар Қазақстан 4,5% ғана қолданады екен. Олай болса, жасыл экономиканы, жасыл технологияның қызметін бізде арттыруымыз қажет. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымызда біз жалпы ғылым мен технология жетістіктерімен таныстық. Етістіктің етіс түрлері мен салт сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін сөйлем барысында қолдандық.